Қарапайым қырыққабат табиғи емдік қазына. Ғасырлар бойы бұл қарапайым көкөніс өзінің денсаулыққа пайдалы қасиеттерімен танымал болды. Қырыққабат құрамында күкірт бар қосылыстарымен танымал крестгүлділер тұқымдасына жататын көкөніс. Бұл қосылыстар қырыққабаттың денсаулықты нығайтатын көптеген қасиеттеріне ықпал етеді деп саналады. Жасыл, қызыл және савой қырыққабаты сияқты әртүрлі түрлерінде кездесетін бұл көп функционалды көкөністі шикі, пісірілген, ашытылған немесе шырын ретінде пайдалануға болады. Әрбір түрі қоректік заттар мен дәмнің бірегей жиынтығын ұсынады. Бұл қырыққабатты әртүрлі кулинарлық дәстүрлерге қосуға мүмкіндік береді. Бүгінгі таңда ғылыми зерттеулер бұл дәстүрлі қолданудың негізінде жатқан тетіктерді ашып, бұл қарапайым көкөністің шынайы әлеуетін көрсетіп отыр. Бізбен бірге бұл керемет көкөністің денсаулық пен әл-ауқатты нығайтудағы құпияларын ашыңыз. Витаминдер мен минералдар қоймасы, қырыққабаттың байлығын ашу. Қырыққабат жалпы денсаулыққа пайдалы маңызды витаминдерге, минералдарға және антиоксиданттарға бай табиғи емдік қазына. Қырыққабатта кездесетін ең маңызды қоректік заттардың бірі иммундық жүйені нығайтатын және коллаген өндірісін жақсартатын С дәрумені. Қырыққабат сонымен қатар қанның июі және сүйек денсаулығы үшін өте маңызды К дәруменінің жақсы көзі болып табылады. Қырыққабаттағы калий қан қысымын реттеуге және бұлшықеттердің сау жұмысын қолдауға көмектеседі. Сонымен қатар, қырыққабатта полифенолдар мен глюкозинолаттар сияқты антиоксиданттар бар. Олар организмді тотығу стресі мен созылмалы аурулардан қорғауға көмектеседі. Қырыққабатты рационға қосу жүрек ауруы, қатерлі ісік және Альцгеймер ауруы сияқты созылмалы аурулардың даму қаупін азайтуға ықпал етуі мүмкін. Ғасырлар бойы қырыққабат дәстүрлі емдеу құралы. Қырыққабаттың дәрілік қолданылуы бүкіл әлемдегі дәстүрлі медицина жүйелерінде бай тарихы бар ғасырларға жатады. Ежелгі Греция мен Римде қырыққабат ас қорытуға пайдалы, іш қатуды жеңілдететін және асқазан жараларын тыныштандыратын қасиетімен жоғары бағаланған. Сақталған қырыққабат жапырақтары жараларды, күйіктерді және тері инфекцияларын емдеу үшін жиі қолданылған. Дәстүрлі Қытай медицинасы қырыққабатты қабынуды азайту және детоксикацияны жақсарту үшін бағалайды. Сол сияқты, аюрведада қырыққабат салқындатқыш және жерге қондыратын қасиетке ие деп саналады. Питта дошасын теңестіру үшін ұсынылады. Қырыққабат шырыны аюрведалық тәжірибеде қышқылдықты, күйдіргішті және жараларды емдеудің танымал құралы. Ауырсынуды басу, қырыққабат компресстері және олардың емдік қасиеті. Қырыққабат компресстері ғасырлар бойы қабынуды, ауырсынуды және исінуді емдеудің дәстүрлі құралы ретінде қолданылып келеді. Қырыққабаттың компресстердегі тиімділігінің кілті оның қабынуға қарсы және ауырсынуды басатын қасиеттерінде. Қырыққабатта қабынуды және ауырсынуды азайтатын глюкозинолаттар мен изотиоцианаттар сияқты қосылыстар бар. Қырыққабат компресін жасау өте қарапайым. Жаңа жапырақтарды таңдап, оларды ұсақтап, сәл жылытып, ауырған жерге жағыңыз. Бинтпен немесе матамен бекітіп, 20-30 минутқа қалдырыңыз. Көптеген адамдар компресс әсер ете бастаған кезде тыныштандыратын, салқындататын сезімді сезінеді. Қырыққабаттың қабынуға қарсы және ауырсынуды басатын әсері исінуді азайтуға, жағымсыздықты жеңілдетуге және жазылуды тездетуге көмектеседі. Қырыққабат компресстері әртүрлі ауруларға арналған табиғи және қолжетімді шешім ұсынады. Жапырақтан тыс қырыққабат шырынының пайдасын зерттеу. Қырыққабат шырынын сығу арқылы витаминдердің, минералдардың және пайдалы қосылыстардың шоғырланған дозасын алуға болады. Қырыққабат шырыны ас қорыту жүйесінің денсаулығын қолдайды. Ас қорыту жолын емдеуге көмектесетін глютаминге бай. Ол сонымен қатар, ішек денсаулығын қолдайтын пайдалы бактериялар болып табылатын табиғи пробиотиктердің жақсы көзі болып табылады. Қырыққабат шырынын үнемі тұтыну ас қорыту жүйесіндегі жағымсыздықты азайта отырып, ішек микробиомының сау болуына ықпал етуі мүмкін. Қырыққабат шырыны С дәрумені және полифенолдар сияқты антиоксиданттардың табиғи көзі, қабынуды азайтады және жасуша денсаулығын қолдайды. Кейбір зерттеулер қырыққабат шырынын үнемі тұтыну жүрек ауруы,
Қатерлі ісік және Альцгеймер ауруы сияқты созылмалы аурулардың даму қаупін азайтуға ықпал етуі мүмкін екенін көрсетеді. Қырыққабат және ас қорыту, ішек денсаулығын табиғи жолмен жақсарту. Құрамында талшықтар мен бірегей қосылыстардың көп мөлшері бар, қырыққабат ішек денсаулығын қолдайды, ас қорытуды жақсартады және ас қорыту жүйесіндегі жағымсыздықты жеңілдетеді. Ерімейтін талшықтар нәжіске көлем қосып, іш қатудың алдын алады, ал еритін талшықтар нәжісті жұмсартады. Қырыққабатта ішектегі пайдалы бактерияларды қоректендіретін пребиотик болып табылатын фруктоолигосахаридтер бар. Қырыққабаттағы глютамин және сульфорафан сияқты қосылыстар ас қорыту жолындағы қабынуды басатын қабынуға қарсы қасиеттерге ие. Қырыққабатты рационға қосу бақытты және сау ас қорыту жүйесіне ықпал етуі мүмкін. Иммунитет үшін қырыққабат организмнің қорғаныс күштерін нығайту. Қырыққабат иммундық жүйені нығайтатын витаминдерге, минералдарға және антиоксиданттарға бай. Қырыққабаттағы С дәрумені лейкоциттердің өндірілуін ынталандырады, олардың белсенділігін арттырады. Полифенолдар мен глюкозинолаттар сияқты антиоксиданттар организмді тотығу стрессінен қорғайды, жасушалардың зақымдануын азайтады. Қырыққабаттағы сульфорафан иммунитетті реттейтін қасиеттерге ие, организмнің инфекциялармен күресу қабілетін арттырады. Қырыққабатты рационға қосу берік және төзімді иммундық жүйеге ықпал етуі мүмкін. Сақтық шаралары, қырыққабатты тұтынудың ықтимал жанама әсерлері. Қырыққабат денсаулыққа көптеген пайда әкелсе де, оны қалыпты мөлшерде тұтыну маңызды. Шамадан тыс тұтыну ас қорыту кейін қан трофинозына байланысты газ түзілуіне және іштің кебуіне әкелуі мүмкін. Қырыққабатта қалқанша безі гормонның өндірілуіне кедергі келтіруі мүмкін, және сезімтал адамдарда гипотиреозға әкелуі мүмкін. Гойтрогендер бар. Қанды сұйылтатын дәрі қабылдайтын адамдар сақ болулары керек. Себебі қырыққабат қанның июында маңызды рөл атқаратын К дәруменіне бай. Қырыққабат сияқты К дәруменіне бай тағамдарды шамадан тыс тұтыну, қанды сұйылтатын дәрілердің тиімділігіне кедергі келтіруі мүмкін. Бұл ықтимал жанама әсерлерді түсіну, адамдарға қырыққабатты рационға қосу туралы хабардар шешім қабылдауға көмектеседі. Қалыпты тұтыну жағымсыз әсерлерсіз қырыққабаттың пайдасын көрудің кілті болып табылады. Қалыпты тұтыну маңызды. Рационда қырыққабатпен тепе-теңдікті сақтау. Қырыққабат теңдестірілген тамақтанудың құнды бөлігі бола алады, бірақ қалыпты тұтыну маңызды. Аптасына рационыңызға бір немесе 2 порция қырыққабат қосу, бұл лайықты бастама. Қырыққабатты тұтынған кезде денеңіздің сигналдарына назар аударыңыз және тұтынуды тиісінше реттеңіз. Оның тағамдық құндылығын барынша арттыру үшін қырыққабатты әртүрлі формада, мысалы, шике, пісірілген, ашытылған, немесе шырын ретінде пайдаланыңыз. Әр түрлі дайындау әдістері мен тәжірибе жасау ас қорыту жүйеңізге қайсысы жақсы сәйкес келетінін анықтауға көмектеседі. Қазіргі әлемдегі қырыққабат дәстүр мен ғылымды ұштастыру. Қырыққабат ғылыми қоғамдастықта өзінің тағамдық және дәрілік қасиеттері үшін танымал болып келеді. Зерттеулер қырыққабатта сульфорафан және индол 3 карбинол сияқты қатерлі ісікке қарсы әсер ететін қосылыстарды анықтады. Зерттеулер қырыққабатты үнемі тұтыну қан қысымын төмендетуге, холестерин деңгейін төмендетуге және қан тамырларының жұмысын жақсартуға ықпал етуі мүмкін екенін көрсетеді. Кейбір зерттеулер қырыққабатты тұтыну қандағы қант деңгейін жақсартуға және инсулинге төзімділікті төмендетуге көмектесетінін көрсетеді. Қазіргі заманғы ғылым дәстүрлі білім мен дәлелді тәжірибелер арасындағы алшақтықты жоюда, қырыққабаттың құнды диеталық компонент ретіндегі орнын нығайтуда. Қырыққабатты қабылдау, денсаулық пен әл-ауқат үшін көп функционалды көкөніс. Қырыққабат дәстүрлі медицина жүйелерінде де, заманауи асханаларда да өзінің лайықты орнын алды. Оның бай тарихы, әртүрлі кулинарлық қолданылуы және әсерлі тағамдық құрамы оны кез келген диетаға құнды қосымша етеді. Қырыққабаттың көп функционалдылығын қабылдап, оны тағамдарымызға үнемі қосу арқылы, біз оның денсаулығымыз бен әл-ауқатымызды жақсарту әлеуетін пайдалана аламыз. Шикі, ашытылған немесе пісірілген болсын,
қабат кулинарлық мүмкіндіктер әлемін ұсынады. Әр түрлі дайындау әдістерін зерттеп, 40 қабатты сүйікті рецептерімізге қосу арқылы біз оны диетамыздың дәмді және тұрақты бөлігі ете аламыз.